Сәлем достар, бүгін сіздермен палау дайындайтын боламыз. Ең алдымен сәбіз, пияз, тәтті бұрышымызды турап аламыз. Кейін етімізді майдалап тураймыз. Қызып тұрған қазанымызға май құйып, оның үстіне етті саламыз. Етті салып, жақсылап турап аламыз. Дәл осындай болу қажет еттің қуылған түрі, және де оның үстіне сәбіз, пияз, тәтті бұрышымызды саламыз. Әрине өз қалауыңызша тәтті бұрыш салмасаңыздар да болады. Кейін барлығын салып, араластырамыз жақсылап. Араластырып біткен соң қазанның қақпағын жауып, баяу отқа қоямыз. Барлығы қуырылып бітем дегенше күрішімізді тазалап дайындаймыз. Қуырылып біткен сәбізіміздің үстіне күрішті саламыз. Күрішті тегістеп, барлығына жан-жақты салып қоямыз. Кейін тегістеп күрішімізді, оның үстіне суымызды құямыз. Судың мөлшері күріштің бетін жауы қажет. Әрине суды көп мөлшерде құймауымыз қажет, өйткені күрішіміз бос болып кетуі мүмкін. Дәл осылай құямыз. Кейін біраз қасық тұз саламыз. Кейін су өзін тартып, осылай көлемде болу керек. Кейін қазанның қақпағын жауып, баяу отқа қоямыз. Палауымыз дайын.